Саламатсыздарбы? Бүгін мен сіздерге аджиканы қалай жасайтынын айтамын. Ол үшін бізге керек қызылша, сәбіз, бұрыш, жуа, чеснок, помидор және де шекер мен тұз, 6% уксус керек. Бұлардың барлығын блендермен немесе мясорубкадан өткізуге болады. Ең алдымен қызылшаны, сәбізді және помидорды блендерден өткізіп қайната бастаймыз. Қызылшамызды және де сәбіз, помидорымызды блендерден өткізіп болғаннан кейін газға қоямыз, астын бұқтырып қоямыз. Бір қайнатып алып, астын бұқтырамыз. Татымына қарай тұз саламыз, шекерін және майын салып 1 сағаттай қайнатамыз. Міне салатымыз 1 сағаттай қайнады. Енді үстіне жуасын, чесногын және де бұрышты блендерден өткізіп саламыз, араластырып 1/2 сағат қайнатамыз. Барлығын жақсылап араластырдық. Енді ары қарай қайната береміз 1/2 сағаттай. Аджикамыз қайнап дайын болды. Енді стерилизовать етілген банкаға салып жабамыз. Міне қыс мезгіліне біздің аджикамыз дайын болды. Сіздерге де осындай аджика жабуға кеңес беремін. Менің қазақша каналымды қолдап, лайк басып, комментария жазып кетіңіздер. Рахмет сіздерге.